саламатсыңдар ма оқушылар? Дүниетану сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақты мұқият тыңдаңыздар. Сабақ барысында сіздерге тапсырма беріледі. Берілген тапсырманы тиянақты орындаймыз. Оқушылар, ғарышқа саяхат ортақ тақырыбы бойынша бүгінгі өтетін сабағымыз менің құқықтарым мен міндеттерім. Бүгінгі сабақтан әр адамның құқықтар мен міндеттері туралы білесіңдер. Оқушылар, сендер Қазақстан Республикасының азаматысыңдар. Қазақстан Республикасының Конституциясында еліміздегі азаматтардың құқықтары мен міндеттері жазылған. Конституцияда жазылған адам құқығы мен бостандығы туралы заңдарды келесі бейне жазбадан тамашалайық. Алан, мына жерде балаларды құтқарамыз деп жазылыпты. Иә, Дана, бұл дүниежүзілік балалар құқығын қорғау ұйымының төсбелгісі. Оны 1919 жылы мұғалім және адамдардың құқығын қорғаушы Эгланд Айн Джеб пен оның әпкесі Дороти Бакстон екеуі құрған. 1924 жылы Женевада Ұлттар лигасы халықаралық ұйымы Эгланд Айн Джеб дайындаған балалар құқығы туралы декларациясын бекітті. Қазіргі уақытта ол құжаттың түпнұсқасы Женева қалалық мұрағатында сақталып тұр. 1990 жылдың қыркүйегінен бастап Женева декларациясының негізінде дайындалған балалар құқығы туралы Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясы күшіне енді. Бұл әлемдегі барлық баланың құқығын анықтайтын негізгі құжат. Біріккен ұлттар ұйымға мүше елдердің көбі конвенция талабын орындауды міндетімізге аламыз деп оған қол қойды. Қазақстан Республикасы 1994 жылдың 8 маусымында бала құқығы туралы конвенцияға қол қойды. ЮНИСЕФ негізінен бала құқығы туралы конвенция талаптарын орындайтын өмір, денсаулық, балалар құқығы үшін күресетін халықаралық мекеме. ЮНИСЕФ өз мақсатын жүзеге асыру үшін әртүрлі елде тұратын ерікті елшілердің көмегіне жүгінеді. Әнші және композитор Батырхан Шүкенов Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы тұңғыш ерікті елшісі болды. Сұраққа жауап бер. Алан, бала құқығы туралы конвенция менің де құқығымды қорғай ма? Иә, Дана, әлбетте. Ал сенікінші? Менікін де қорғайды. Бірақ сен бала емессің ғой? Дана, конвенция бойынша адам 18 жасқа дейін бала деп есептеледі. Және құжатта жазылған барлық құқықтарға ие болады. Алан, менің қандай құқықтарым бар? Міне, Дана, қара, және есіңе сақтап ал. Біздің елімізде бала құқығы туралы конвенциямен бірдей дәрежеде Қазақстан Республикасының Конституциясы бала құқығын қорғайды. Сонымен қатар,
Қазақстан Республикасының бала құқығы туралы заңы бар. Оқушылар, бейне жазбаны көріп болсақ, Конституцияда жазылған адам құқығы мен бостандығы туралы заңдардың 2-3 бабына тоқталып өтейін. 12 бап 3 тармақ. Республиканың азаматы өзінің азаматтығына орай құқықтарға ие болып міндеттер атқарады. 15 бап 1 тармақ. Әркімнің өмір сүруге құқығы бар. 2 тармақ. Ешкімнің өз бетінше адам өмір қиюға құқығы жоқ. 19 бап 2 тармақ. Әркімнің ана тілі мен төл мәдениетін пайдалануға, қарым-қатынас, тәрбие, оқу және шығармашылық тілін еркін таңдап алуға құқығы бар. Келесі кезекте Қазақстан азаматтарының міндеттері туралы айтып өтейін. Құқықтар мен бостандықтарды құрметтеу, туған жерін, отанын қорғау, Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандарын құрметтеу, табиғатты сақтауға және табиғи байлықтарды ұқыпты қарауға міндетті, тарихи және мәдени ескерткіштерін сақтау, Қазақстан Республикасының Конституциясындағы заңды орындау әрбір азаматтың міндеті. Оқушылар, бүгінгі өткен сабағымыз сендерге түсінікті болды ма? Жарайсыңдар. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, мен сендерге тапсырма берейін. Сен өз құқығыңды және міндетіңді білесің бе? Осы сұраққа бүгінгі өткен сабағымыздан түсінсек, әр оқушы бір міндеті мен құқығын жазады. Ал енді оқушылар тапсырманы орындап болсақ, орындаған тапсырмаларыңды көрейік. Менің құқықтарыма: өмір сүруге, білім алуға, дем алуға, отбасында өмір сүруге, жеке бас бостандығы, жеке меншік құқығы, әркімнің жеке өміріне қол сұғылмау құқығы. Жарайсыңдар, жақсы орындапсыңдар. Менің міндеттеріме басқа адамның құқықтарының бостандығын, республиканың мемлекеттік нышандарын, табиғатты қорғауға, тарихи және мәдени мұраларды сақтауға, еңбекке жарамсыз ата-аналарға қамқорлық жасау, тарихи және мәдени мұраларды сақтау. Өте жақсы орындалған жұмыс. Жарайсыңдар оқушылар. Бүгінгі сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сабағымыз аяқталды.